саған қатысқаннан кейін берейін. Өйткені әлі болмаған нәрсе қалай? Сәлеметсіз бе? Келіңіз, қош келдіңіз. Ол кісі айтты, өткеннен кейін берейін, ертең өтеді. Жақсы дедім, ол кісімен байланыста болдым. Өткеннен кейін ол кісімен WhatsApp-пен хабарластым. Сұхбат алдым. Ата айтып берді, қалай болған, қанша адам қатысты, қанша километрге жүгірді, қалай болды, қандай қиындықтар болды, жалпы үй-орын қандай екен. Сөйтсем, атамыз жай ғана адам емес, оған дейін де түрлі осындай халықаралық жүгіруден марафондарға қатысып жүрген белсенді ата екен. Мысалға, бұл біріншіден мақтануға туралы жағдай, екіншіден үлгі ма? Үлгі. 80 жасында көрейік, ертең 80 жасында Нью-Йоркқа барып жүгірейік. Екінің бірінің қолынан келмейді. Яғни басқа адамдарға, оның ішінде жастарға үлгі. Сондықтан, міне, мысалы, ойда жоқта, мен мысалға аяғасында осындай жаңалық. Мен мысалы бұны эксклюзив қылып бердім. Өйткені мен көріп қалдым, сұхбатты жеке өзім алдым, эксклюзив материал қылып бердім. Ал эксклюзив материалға қай агенттікте болсын, қай авторлық болсын, бөлек жеке төленеді. Ол үшін қомақты ақша төленеді. Ол телевидение болсын, сайт болсын, естеріңізде болсын. Қай жерде жұмыс істеңіз, егер эксклюзив материал тапсаңыз, оған бөлек қаламақы төленеді және көлемді қаламақы төленеді. Өйткені ол сіздің еңбегіңіз, оны сіз таптыңыз. Жоқ жерден жаңалық тауып отыруыңыз керек. Енді жоқ жерден жаңалық табу бойынша, әлеуметтік желіден жаңалық табу бойынша менің өте айтатын негізгі мысалдарым өте көп. Өте көп. Журналист болғаны үнемі. Тағы бір мысал айтайын. Қызықты жағдай. Бұл бұдан 2 жыл бұрын. Түнде Қыдырудан келе жатыр. Ойлаңыздаршы, түнгі 3-те Қыдырудан таксимен келе жатыр. Кафе ма, білмеймін бір жақта. Таксиде келе жатырмын да, баяғы телефон шұқылап отырмын Фейсбуктан. Сөйтсем, Фейсбукта мен сол кездегі Сарыарқа ауданының әкіміне жазылған, ауданның әкімі менде достықта бар Фейсбукта. Сөйтсем, ол кісі, енді өздеріңіз білесіздер, төтенше жағдай күтпейді ол, таңертең күндіз кешке де. Сөйтсем, сол түнгі 2-де Сарыарқа ауданында үй өртеніпті. Өрт шыққан, сол бойынша Фейсбукта әкім өзінің Фейсбугында жазыпты. Осындай, мынадай үйден өрт шықты, мынша адам өрттен құтқарылды, мындай деп. Жаңалық қой, тем более ол төтенше жағдай, ондай жаңалықты біз таратуымыз керек. Біздің сайт, Қазақпарат сайты 24 сағат бойы жұмыс істейді. Бізде қай уақыт демалыс деген түсінік жоқ. Воскресенье күні жаңалық жазсаң да өзің білесің. Таңғы 6-да отырып жаңалық жазсаң да өзің білесің. Түнгі 12-де жазсаң 24 сағат бойы жұмыс істейді біздің жаңалық. Және кез келген уақытта жаңалық таратамыз. Кез келген уақытта бізде кезекші бар, соған жібересің. Кез келген уақытта жаңалық таратуыңа болады, пожалуйста. Мен соны отырдым да, алдым да жаңалық, түнгі 3-те жаңалық жазып бердім. Мысалға, Елордада үй өртенді, қайтыс болса қайтыс болды. Ол туралы аудан әкімі пәленше түгенше өзінің Фейсбук парақшасында жазды. Яғни айтпағым кез келген уақытта, кез келген жерде біз тілшіміз, сондықтан ізденім бар болып, іздеп біліп жүруіміз керек. Осы бойынша бітті, енді мына жерде айтылмаған баспасөз қызметімен жұмыс, пресс-служба, баспасөз қызметі. Сіз тілшісіз, сізге ақпарат керек. Біз ақпаратты қайдан аламыз? Мемлекеттік органдардан аламыз, үкіметтен аламыз, министрліктен аламыз, әкімдіктен аламыз, акиматтан, басқармалардан аламыз, полиция департаменті бар, мемлекеттік органдардан аламыз. Сондықтан менің кеңесім, сіз тілшісіз, немесе материал жазасыз, сіз журналистсіз, міндетті түрде кез келген органның, кез келген әкімдіктің, министрліктің, басқарманың баспасөз қызметімен жақсы байланыста болыңыз. Баспасөз қызметінің телефон байланыс нөмірлерін сұрап алыңыз. Үнемі байланыста болыңыз және жақсы байланыс, қарым-қатынас ұстауға тырысыңыз. Өйткені ол өте керек. Баспасөз қызметсіз біздің жұмысымыз ақсайды және біз ешкім емеспіз. Өйткені біз кез келген жағдайды тарату үшін біз ақпарат, ресми ақпаратты қайдан аламыз? Белгілі бір органнан аламыз. Өрт шықты ма? Қайда хабарласамыз? Төтенше жағдай министрлігі департаментіне хабарласамыз, немесе министрлікке хабарласамыз. Адам қайтыс болды ма? Қайда хабарласамыз? Полиция департаментіне хабарласамыз. Сондықтан және бізде әр сала бойынша жауапты орган бар, сондықтан журналист болып жұмыс істедіңіз ба? Қазір интернет дамыған заман, түрлі чаттар бар. Барлық мемлекеттік органдардың
кез келген мемлекеттік органдарда естеріңізде болсын, мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес болсын, кез келген органда, ұйымда қоғаммен байланыс деген бөлім бар, пресс-служба бар, пресс-секретарь бар, баспасөз қызметі, баспасөз хатшы. Байланыс ұстап алыңыз, телефонын тауып алыңыз, сұраңыз. Міне. Мысалға, тағы бір мысал айтып кетейін. Жамбылдағы жарылысты бәріңіз білесіздер. Жамбылда әскери бөлімде жарылыс болды, қаншама адам қайтыс болып, зиян келді, зардап келді. Ал енді сіздерге осы сұрақ, Жамбылда жарылыс болды. Оны енді жаңа білесіздер, жарысып жазып жатыр бәрі, бірінен соң бірі. Қарапайым адамдар дейміз. Иә. Сіз тілшісіз, Жамбылда жарылыс болғанын естіттіңіз. Қайда хабарласасыздар? Кімге? Қандай орган? Әскери бөлімге бірінші. Жақсы. Содан соң екінші сол пожарниктер жіберді ғой. Төтенше жағдайға. Жақсы, дұрыс айтасыз. Тағы хабарласпас бұрын сосын сонда елді мекеннің халқынан сұраған дұрыс болатын сияқты сол жерде. Ол да бір нұсқа, бір вариант. Тағы кімге хабарласамыз? Ол жағдай бойынша жарылыс. Яғни сол жарылыстың мән-жайын білу үшін. Тағы кімдерге? Қайда? Құқық қорғау органдары. Қорғау органдары. Ең басты біз жаңа неге хабарласамыз ғой ол жерде. Бірінші жаңа айтқандай ЧС, әскери бөлім, құқық қорғау органдары, жаңа нені жібергендер, әрі медиктер. Ең соңында қарапайым халықтан егер тілші болса, бару мүмкіндігі болып тұрса, барып сонда сұрастырып білу. Оқиға орнында. Солай. Жақсы, сіздердің жауаптарыңызбен келсем, осы Жамбылдағы оқиға бойынша біз сіздерге менің айтарым, бірнеше органға хабарласуымыз керек. Бұл жерде бір ғана төтенше жағдай министрлігі дейміз ғой, соның ғана емес, бірнеше органнан қатысы бар. Бірінші кезекте әскери бөлімде жарылыс болды. Бірінші кезекте әскери бөлім қайда қарайды? Қорғаныс министрлігіне қарайды. Бірінші кезекте әрине қорғаныс министрлігіне хабарласамыз, баспасөз қызметіне звондаймыз, немесе жазамыз. Осындай Жамбылда жарылыс болып келіп жатыр. Осыған байланысты ақпарат бере аласыздар ма? Не болды, неден болды, қанша адам қайтыс болды, қалай болып жатыр? Бір. Екіншіден, жарылыс болғаннан кейін адам қайтыс болды. Қайда хабарласамыз? Ішкі істер министрлігіне хабарласамыз. Ішкі істер министрлігі. Енді Жамбылдағы оқиғаға ішкі істер министрлігіне хабарласпаймыз. Әр облыста бізде ішкі істер министрлігіне бөлек не бар? Полиция департаменті бар. Бұрын полиция департаменті қалай аталып еді? Қазір полиция департаменті аталып деп аталады. ПВД. ДВД. Ішкі істер департаменті деп аталды, иә? Қазір полиция департаменті деп аталды. Жамбыл облыстық полиция департаментіне хабарласамыз. Екінші кезекте. Осындай жарылыс болып, не болып жатыр? Ол бойынша. Үшінші кезекте хабарласа болады жергілікті әкімдікке. Жамбыл облысының әкімдігі бар ғой. Өйткені оқиға қайда болып тұр? Жамбылда болып тұр. Әкімдік жауапты. Өйткені жаңа министрлік демекші. Мысалы, біз ішкі істер министрлігіне хабарлассақ, олар айтады, оқиға Жамбыл облысында болған. Жамбыл облысының өзінің полиция департаменті бар, соған хабарласыңыз. Сондықтан жергілікті. Үшінші кезекте Жамбыл облысының әкімдігіне. Өйткені оқиға Жамбыл облысының аумағында болып тұр. Әкімдікке хабарласамыз, айтамыз, осындай ауылда жарылыс болып жатыр. Неден болды, не себеп болды, қалай болды? Келесі кезекте төтенше жағдайлар департаменті бар әр облыста. Полиция департаментінен бөлек ЧС-тің, ДЧС демесе, департамент чрезвычайных случаев. Соған хабарласамыз. Өйткені бұл төтенше жағдай болды. Не болды, қалай болды, қанша адам болды, қанша техника жойылып тұрып жатыр, қанша адам қаза тапты, қанша адам іздеп жатыр, қалай жойылып жатыр деген сияқты. Төртіншіден қайда хабарласамыз? Соңғы департамент. Денсаулық сақтау басқармасына. Өйткені адам қаза тапты ғой. Өйткені адам жарақат алды ғой. Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасына хабарласамыз, айтамыз. Қанша адам қайтыс болды, қанша адам ауруханаға түсті, қанша адамға ем көрсетіліп жатыр, қанша адамға жедел жәрдем көрсетілді, қандай жарақат, ауыр ма, жеңіл ма? Яғни бір оқиғадан 4-5 мемлекеттік органдар хабарласады. Менің айтпағым не? Менің айтпағым сол органдардың барлығының баспасөз қызметімен байланыс болуымыз керек. Қазір интернет дамыған, журналистердің чаты бар, кез келген сұраңыз. Сіз Америкада отырып та Жамбыл облысының департамент полициясының байланысын, контактысын тауып алуға. Сондықтан менің айтпағым, барлық баспасөз қызметтерінің контактысын сақтап алыңыз, байланыста болыңыз, міндетті түрде өзіңізді таныстырып, үнемі байланыста болыңыз. Айтасың, мысалы, мен есімім Дәулет, қазір форум тілшісімін, осындай оқиғаға байланысты білгім келеді.
міне осындай. Яғни баспасөз байланыс қызмет өте керек. Әлеуметтік желі. Енді әлеуметтік желі сіздер жассыздар, сондықтан әлеуметтік желі туралы менің айтқаным артық болады. Артық деп ойлаймын, себебі әлеуметтік желіні сіздер менен жақсы білесіздер. Не екенін, не үшін екенін, не керек екенін. Мен енді бұны журналистика тұрғыдан айтайын. Өздеріңіз білесіздер, қазір кез келген адамда әлеуметтік желі бар, және әлеуметтік желіге кез келген адам кез келген нәрсені салып жатыр. Оның ішінде керек дүние де бар, керек емес дүние де бар. Сол сияқты жаңалықта. Әлеуметтік желіден көп жаңалық табуға болады. Facebook болсын, Instagram болсын, Telegram болсын. Мысалға мен тапсырма болмаған кезде әлеуметтік желіде көптеген дүниелер, жаңалықтар тауып жатыр. Және кез келген мемлекеттік органның, кез келген атақты адамдардың, министр, әкім көбісінің әлеуметтік желіде отырады. Facebook'та отырады, Instagram'да отырады, Telegram'да отырады. Сол арқылы да жаңалық табуға болады. Мысалы, менде Facebook'та сіздерге айтайын, Facebook'тағы достығымда менде бұрын Facebook'та 5000-ға дейін адам достық қабылдайды. Менде бұрын 4000-нан аса адам болады. Сондай шектеу бар ма Facebook'та? Иә, 5000 адамға дейін достық қабылдай аласыз. 5000-нан артық болса, ол подписчик болады. Яғни достық болмайды, дружба болмайды. Менде бұрын енді Facebook алғаш келгенде қызып көріп бәрін қабылдай беретін. Менде 4000-нан аса болған. Қазір менде 200 бірнеше ғана адам бар. 4000 адам бәрін тазалап тастадым. Өйткені керек емесі бар, біріншіден. Екіншіден, мен өзім оқитын керек адамдарды жоғалтып алдым. 4000 адамның бүкіл публикациясын көрсетпейді ғой Facebook. Сондықтан мен қазір менде 200 бірнеше ғана адам бар. Сол 200 бірнеше, 300-ге жуық адам бар. Сол 200 бірнеше адамның сіздерге айтайын, 80%-ы шенеуніктер мен достарымда. Әкімдер, министрлер, керек адамдар, өйткені олар өзінің парақшасында маңызды дүниелер жазады. Мысалы, көлігін менде достықта бар. Көлігін Астана бойынша жазады. Және одан жаңалық жасап шығаруға, өйткені ол әкімнің ресми парақшасы ғой әлеуметтік. Яғни, мысалы, көлігін айтады, биыл Астанада, Facebook'ында жазады, биыл Астанада 100 мектеп салынады. Сол туралы жазады. 100 мектеп салынады, оның 50-і күзге дейін беріледі, қалған 50-і қысқа беріледі. Қазірде 100 мектептің 10-ның құрылысы басталды деп мысалы жазды. Олардың парақшаларын негізі өздері жүргізбейді, дұрыс па? Енді ол жағын білмеймін. Әркім әртүрлі. Кімнің қандай парақшасын жүргізетінін білмеймін. Себебі мен енді бір жағынан өз ойым ғой. Олар ол әлеуметтік желіге пост жазамын деп уақытын алмайтын шығар. Тек олар мысалы сондай тапсырма береді, жаңағыда хатшыларына немесе солар. Енді әлеуметтік министрлердің, әкімдердің әлеуметтік желіде өзі отыратын бойынша біз шыны керек шараларда кездескенде сұраймыз. Мысалы министрден болсын, шынымен өзіңіз отырасыз ба, әлде сіздің артыңызда біреу отыра ма деп. Өздеріңіз білесіздер ғой, көбісі әрине өзім отырамын деп жауап береді. Сондықтан мен мысалға нақты енді көзім жетпейді, тағы жалған ақпарат таратпай қойып, бірақ менің ойымша, мен өзімде енді менде көп әкім министрлер бар ғой, менің ойымша көбісі өзі отырмайды. Оның себебі жұмыс көп қой енді. Әкімнің қаншама жауапкершілігі бар, қаншама жұмысы бар, ол әлеуметтік желіде отырмайды ғой қосша. Сондықтан өзі отырады деп мен өзім айта алмаймын. Бірақ негізі қарап отырады өзі. Мысалға бір жағдай айтайын, бір мысал айтайын, министрлердің өзі отыру бойынша. Менде бір министрі Асхат Аймағамбетов достықта бар. Жуырда жаңа айтып отырмын ғой, әлеуметтік желінің тағы бір пайдасы. Көп мен пабликтерде группаларда отырамын. Астана хочу похвалить, пожалуйста, деген группа бар ғой. Сонда көп нәрсе жазылады. Сонда бір мұғалім жазыпты. Қай мектеп екені есімде жоқ, бір мектептің мұғалімі жазған. Біздің директор бізге күн көрсетпейді деп. Жалып жазған ғой пост. Мектеп директоры күн көрсетпейді, жұмыс істетпейді, қаншама адам жұмыстан шығып кетті. Бір нәрсе деп директорға қарсы шықсаң, жұмыстан шығарам деп қорқытады. Жұмысымыз жұмыс емес деп жалып жазған. Мен оның скрин жасадымда баспасөз қызметіне жаздым. Айттым, осындай оқиға болып жатыр. Осыған қатысты министр біріншіден білесіздер ме осындай оқиға болып жатқан? Оған не себеп? Тексеру жүргізесіздер ме? Неге олай мұғалімдерге күн көрсетпей жатыр? Одан да жаңалық шығаруға болады. Маған мысалы министрдің баспасөз хатшысы жауап берді. Мен сол бойынша жаңалық шығардым. Мектепте
елордада мектеп мұғалімдеріне директор жаңағы не көрсетті деген сияқты, қысым көрсетті деген сияқты. Неге бұл жаңалық? Өйткені бұл проблема. Халық білу керек. Неге мектептің қарапайым мұғалімдер баяғы страдать ету керек? Көрсін, халық білсін осындай мектеп директордың барын. Мен сондықтан ондай жаңалықтарды таратқанда тағы бір айтарым, міндетті түрде ресми ақпарат алуымыз керек. Құзырлы орынға. Яғни мысалға осыған бойынша тағы бір лайфхак айтып өтейін. Кейбір болады қателікпен. Жаңа сол кісінің жалығын алады да жаңалық қылып шығарып жібереді. Просто сол бойынша ғана елордада осындай мектеп қысым көрсеткенін айтты. Бұл жерде тілші ретінде сіздің міндетіңіз ресми дұрыс ақпараттар анықтап алуыңыз керек. Сондықтан Астанада бұл жерде екі жерге хабарласуға болады. Біріншіден Астананың өзінің білім басқармасы бар. Білім басқармасына хабарласың. Осындай мектепте осындай оқиға болып жатыр екен. Рас па? Біріншіден сұрайсыңыз. Рас па? Рас болса, не себеп, не жағдай, қалай болып жатыр, тексеріс жүріп жатыр ма? Директормен сөйлестіңіздер ме? Сосын барып жазыңыз. Бірден әлеуметтік желіден алып тарату ол дұрыс емес мен. Немесе білім министрлігіне хабарласып, сол арқылы хабарын беріңіз. Осындай жағдайлар. Так, әлеуметтік желінің пайдасы да осы. Яғни әлеуметтік желіде отырып өте көп жаңалықтарды алып таратуға болады. Мысалы, өткен жол Таразда дейді, бір сержант жоғалып кетті, әлі табылмай жатыр. Мысалы, сол қалай болады екен, мысалы. Ол бойынша да енді мысалға осы бойынша, иә? Осы бойынша іздеу керек. Ол бойынша мысалға мен сол процесс қалай болып жатыр, іздеп жатыр ма, не болып жатыр, хабар жазым келеді, иә? Ол үшін мен әрине баяғы кімге жүгінемін, құзырлы органдарға жүгінемін. Сосын біз қай саланың қайда қарайтынын ол тоже білуіміз керек. Мысалы, адам іздеу кинологтармен қай органға жатады? Сіздердің ойларыңызша? Жаңа енді ол жерде көрдіңіз ба, енді ол необычайный ситуацияда жоғалды адам. Біріншіден енді итпен іздейді ол жерде бәрі кинологтардың несі. Сосын екінші айтты, мен сол ақпаратты оқыған, топырақтың елу арқылы ол енді ол жерде жарыс болғандықтан ол адамның денесі шашылып кетуі мүмкін, немесе тас үлкен ненің астында қалып қоюы мүмкін дегенмен топырақпен іздеп жатыр дейді. Топырақты елу арқылы іздеп жатыр дейді. Мен топырақты елеуді кім білетінін білмеймін, бірақ енді кинологтар енді ол әскери базаның әрбір неде ол неде болады, кинологтар болады. Жақсы, жаңа сіз айтып отқан адам іздеу бойынша біз екі органға хабарласамыз. Иә, ішкі істер департаментіне, яғни полицияға хабарласамыз. Екінші жаңа МЧС-қа хабарласамыз. Өйткені негізінен адам іздеумен МЧС айналысады. Сондықтан тағы бір маңызды мәселе қай саланың қай органға қарайтынын білу, ажырата білуіміз керек. Әрине ол да тәжірибеге уақыт береді. Түсінікті ғой, білім министрлігіне қарайды. Денсаулық сақтау. Кейбір жайттар болады, қайда қарайтын мысалға министр. Сондықтан әр жерде жауапты мемлекеттік органдар бар. Сол бойынша жауапты органдарға хабарласамыз. Қысқаша жалпы бүгін жаңалық тарату, жаңалық іздеу бойынша айтарым осы. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен жаңа бұған дейін айтып кеткендей, негізі журналист емеспін, бірақ желание ашылып осындай журналистикада. 2016-тан бастап журналистика саласындамын, яғни 5 жылдан асып барады, осындай тәжірибем бар. Әрине, менің күнделікті үйреніп жатқан дүнием өте көп, білмейтінім көп, мен бәрін білем кереметін деп айта алмаймын. Бірақ осы 5 жылдың ішінде Қазақстанда, халықаралық деңгейде және Қазақстанда болып жатқан ірі ұсақ, орташа деңгейде түрлі шараларды таратып жүрміз. Жаңалық тілшісі ретінде жаңалық таратып жүрміз. Сосын бізде тағы бір не, Қазақстанда жалпы салалық журналистика дамымаған. Негізі соны дамыту керек. Салалық журналистика, мысалы мен қаржыны жазамын, тек қана қаржы туралы. Зато бір ғана саланы керемет меңгеріп шығасың, иә. Бізде енді өкінішке қарай ондай керемет дамымаған. Мысалға біз бүгін білім туралы жазамын, ертең денсаулық туралы жазамын, артынан жолдың проблемасын жазамын, одан кейін тағы бір нәрсе. Сондықтан әр нәрседен, бұны енді бір жағынан пайдасы да бар. Өйткені әр саладан хабарың болады. Керемет білікті болмасаңыз да хабарыңыз болады. Қалай не болып жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Ал дегенмен жалпы дұрысы, менің ойымша, кеңесім, дұрысы бір салаға бейімделу. Сіз қай тақырып сала жақын, денсаулық жақын ба, денсаулық тақырыбын салаға бейімделіп, сол тақырыпты қозғаған дұрыс. Мен өз басым, жалпы, енді әр журналистің өзіне жақын нелер болады. Стилі, өзіне жақын тақырыптар болады.
мен енді бізді қайда жібереді сонда тарата береміз, енді таңдамаймыз, мен ананы жазамын, мынаны жазбаймын деген жоқ. Бірақ маған жақын шыны керек жаңағы проблемалар, сол скандал, сол мәселесін артын қарастыру, сол әлеуметтік проблемалар, жол салынбай жатыр, не болады екен, не болып жатыр, не себепті, кім кінәлі, сондайлар түртпектеп қазғанды жақсы көремін мысалы мен. Қай жерде не проблема болады, мысалы ана жерде жаңағы жалақысы берілмей жатыр, тағы бір нәрсе болып жатыр, өйтіп кетіпті, бүйтіп кетіпті. Ол себебі сұраныс бар ғой оған. Көрдіңіз бе, халықтың барлығы қазір сондай болып кетті да, мысалы, шынымен сөздің шыны керек, бізде де сол мысалы. Сондықтан сондай тақырыптарды қазбалағанды жақсы көреміз басын. Іздеп сұрастырып, неге бұлай деген сияқты. Сондықтан қысқаша осылай, жалпы үнемі іздену үстінде болған. Сосын тағы өте маңызды мәселе, енді оны мен айтпай-ақ білесіздер, керек дүние, ол журналистикаға ғана қатысты емес, тіл білу. Тіл міндетті түрде білу керек. Біздің қазақ тілді, енді бәріміз қазақ тілді журналистпіз ғой. Қазақ тілді журналистердің аударма бойынша тағы проблемасы бар. Жаңағы барлығы орысша сөйлейді. Ол бойынша да өте проблема. Мен мысалға жүрген жерімде үнемі мысалға кейбір шараларды кәдімгідей баспасөз қызметімен, ұйымдастырушылармен, конференция болсын, жиын болсын, шынымды айтайын, ұялмаймын, ұрысып жүремін мен. Неге сол орысша спикер бересің? Маған қазақ тілді спикер тауып беріңіз. Мен айтады, ой, білмейді, сөйлей алмайды деп. Мен мысалға былай айтсақ, қазақ тілді журналистер шынымды айтсақ, екі жұмыс істейді ғой. Двойная работа дейміз ғой. Біріншіден жаңалық жазамыз, еще аударамыз. Сосын жаңағы орыс тілді журналистердің тағы бір мынадай мәселе бар. Көбінесе жаңағы айтады ғой. Орысша ақпараттар бірінші шығады. Ол көбінесе алдымен қызықты, маңызды дегенде орыс тілді журналистер, белсенді қазақ тілділер. Жаңағы ұяң, үндемей отыра береді деген сияқты. Кері не қылады. Жалпы мен енді 5 жыл осы салада жүргендіктен, талай шараларға барып көріп жүргендіктен, практика жүзінде шынын айтайын, бұл пікірмен келісемін, бірақ тағы келіспейтін дүние ол әр адамға байланысты. Мысалға мен енді бұны мақтанып немесе сіздерге менен осылай үйреніңіздер деп айтпаймын, өмірден болып жатқан оқиға. Мен мысалға бізде шыны керек қазақ тілді журналистер ұялмыз, ұялшақпыз. Бір жерге бір шараға бардық мысалға. Неше түрлі журналистер жиналып жатыр, телевизия бар ғой. Ана жерде бір 15 шақты журналист бар. Үлкен шара болып жатыр. Барды да мысалға ұйымдастырушылар айтады, вот қазір мысалға бір комитеттің басшысы сұхбат береді. Сұхбат алып, комитеттің басшысы айтады да, мысалға орысша айтады, маған орысшаң қайда, я не буду наказаться. Орысша айтып береді, кетіп қалады. Сонда не істеу керек? Сіз талап етуіңіз керек. Өйткені сіздің құқығыңыз бар. Мен мысалы сондай жерде қырғын шығарамын. Почему? Предоставьте нам казахязычный спикер. Мен неге ол кісінің кесірінен, немесе ол кісінің қазақша білмегеннен неге мен аудармай айналысып отыруым керек? Маған қазақ тілді спикер тауып беруге сіздер міндеттісіздер. Тауып беріңіз маған. Мен отырмаймын ол кісінің орысшасын аударып. Бұл әрине конфликт. Сондықтан кеңес бермеймін. Бейбіт жолмен, әрине сұраумен кешіріңіз, қазақ тілді спикер тауып беріңізші, маған қазақша керек деп өтініш айту керек. Дегенмен бұны неге айтып тұр, мен өйтіп ұрсам деп. Өйткені бізде мемлекеттік органдар өздеріне солай ыңғайлы баспасөз қызметі. Яғни айтады ғой, қазақ тілді журналистер, қойшы осылар отыра үндемейді, орысша берсең, вот аударады да сіздер. Сондықтан мен айтамын, тауып беріңіз, сол сіздің жұмысыңыз, сіздің міндетіңіз мені қызықтырмайды, маған тауып беріңіз қазақ тілді. Немесе спикерге айтамын, шалада болса, маған қазақша сөйлеп айтып беріңіз. Бірақ енді тағы бір жағы бар, сізге ақпарат керек болса, кейбір енді шенеуніктер орыс тілде шенеунік, ақпаратты қазақша дұрыс жеткізе алмайды. Ол қазақша сөйлеген кезде шыны керек кейде түсінбейсің, не айтып не қойған. Өйткені орысша болса әдемілеп айтып береді. Бәрін цифрға дейін, статистикаға дейін, қанша қаржы бөлінді, қазақша деп тұрады да. Сондықтан мен көп жағдайда шыны керек мен спикерге айтамын, орысша айта беріңізші. Зато орысша нақты, қысқа, дұрыс айтып береді. Мен енді бізде негізі қазақ тілді журналистер көп жағдайда шыны керек қиналады. Өйткені орысша ақпаратты алады, оны аударады, ол уақыт алады, оны отырады, кейбір жағдайлар түсінбейді мысалға. Но енді менің айтпағым сондықтан тіл керек міндетті түрде. Жаңа қазақ тілді орыс тіл бәрібір қалмайды. Мойындайық, мойындамайық, өкінішке қарай қалмайды. Но енді менің бақытыма орай мен
Байқоңыр қаласынан боламын, негізі Қызылорда болсын. Байқоңыр енді несі Ресейдің қаласы. Сондықтан кішкене орысшалам жақсылау. Жоқ, негізі ол қазақтың қаласы, бірақ Ресейде тұр дейсіз ғой. Иә, аренда жалға берген. Сондықтан сол неде өскендіктен кішкене орысшалам мен жақсылау. Сондықтан шын айтайын, маған соншалықты қатты проблема деп айта алмаймын. Бірақ кейбір әріптестерім мысалға кейде көрген кезде қиналып жатады, білмей жатады, отырады, аударып, бір мысалға сөйлемді жарты сағат аударып. Сонда мысалы мен жүрегім ауырады. Неге? Сол шенеуніктің кесірінен сол журналист отыру керек, қиналып, аудармамен айналысу керек, ол үшін төленбейді, сол баяғы журналист үшін төленеді. Сондықтан талап ету, аудару, орыс тілді спикерлерді жою ол бар мәселе, ол жойылмайды. Бір ауыз сөзбен өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Ағылшын енді өздеріңіз білесіздер, өте керек не. Тілші болғандықтан сіз тек қана Қазақстанда емес, шетелде болып жатқан оқиғаларды таратуыңыз керек. Мысалы, бір жерде жарылыс болып жатыр, бір нәрсе болып жатыр. Ал енді көп ақпараттар шетелде болған, бірінші кезекте қай тілде шығады, ағылшын тілінде шығады. Сондықтан оны да таратып. Сосын ағылшын тілді білудің енді өздеріңіз білесіздер, журналистикада командировка деген дүние бар, иә. Жұмысқа нешелер іс-сапарларға барасыз. Шетелде болатын түрлі іс-шаралар, конференция, президенттің қатысуымен өтетін олимпиада, концерт, неше түрліге барасыздар. Сондай шараларға жіберген кезде редакцияда енді сіз жалғыз емес, оған қаншама тілші бар. Әрине бірінші кезекте тәжірибелі тілшіні жібереді, екінші кезекте тілді білетін тілшіні жібереді. Ағылшын тілін десеңіздер, мысалға мәселе. Мен мысалға ағылшын тіліне мойындаймын, жоқпын. Сол ағылшын тілін үйренбегендіктен мен көп деп айтпай-ақ қояйын, біраз жобаларды, байқауларды, шетелге бару іс-сапарларынан айырылдым. Яғни ол туралы білем, естідім, көрдім, қатысқым келеді, тіл білмеймін. Мысалы мен тіл білетін басқа әріптесім спокойно барып келді. Сондықтан енді тілді үйренуді мен айтпай-ақ маңызды екенін өздеріңіз білесіздер. Жалпы қысқаша осы сұрақтарыңыз болса. Жаңа сіз айтып отырсыз енді, мысалы телефон нөмірін алып хабарласамын дейсіз ғой, сұхбат жоқ. Көбісі келсе ма? Сосын келіспеген жағдайда сіз қалай келістіруге тырысасыз ол кісіні, мысалы сұхбат беруге? Көбісі мысалы қазақ кісілерден сұрайтын сияқтысыз енді, қазақ тілді контент неге? Көбісі келісе бере ма қазақтар? Иә, сұхбат алуға хабарласқанда келісу бойынша енді әрине әр адам әртүрлі. Әр адам әртүрлі. Бұл жағдайда екі жағдай бар. Егер мен жеке біреуге хабарлассам, ол егер сұхбат бермеймін десе, әрине мен одан ешнәрсе істей алмаймын. Жеке. Ал егер мен мемлекеттік құзырлы органға хабарласып тұрсам, маған осындай болып жатыр, оған қатысып, онда мен заңмен талап ете аламын. Ол мен бермеймін деп айта алмайды. Өйткені ол құзырлы орган, оның міндеті, жұмысы сол. Ал бермеген жағдайда мен керекті органға айтамын. Міне, мен осындай. Сосын жаңа журналистика запрос деген бар ғой. Запрос запрос жібересіз. Ол заң көлемінде 2 аптаның ішінде жауап беру керек. Яғни, егер құзырлы орган болса, мекеме болса, ол проблемасы, ол міндетті жауапты. Мен талап ете аламын. Ал енді қарапайым адам болып, маған осындай сізден сұхбат алғым келеді деп, мысалы Иманбек деп сұхбат алғым, мысалы мен Иманбекке хабарластым. Грэмми алмай тұрып, былтыр хабарластым. Иманбек жаңағы бүкіл хит тарап Иманбек туралы. Сол кезде бірден нөмірін тауып алып хабарластым. Грэмми сыйлығын бермей тұрып, бір 2 апта бұрын ба, 3 апта бұрын хабарластым. Айттым, сізден жеке сұхбат алғым келеді осындай, телефон менің болса да. Иманбекке хабарластым, Иманбек айтты, кешіріңіз, мен енді оның өзінің продюсері бар ғой. Продюсерімнің келісім шарт бойынша мен Грэммиға дейін сұхбат беруге құқым жоқ. Келісім шарт солай, оған тыйым салған сұхбат беруге. Ол айтты, дұрыс түсініңіз, мен сұхбат бере алмаймын. Грэмми сыйлығы өтсін, содан кейін барып сұхбат бере аламын деді. Мен оны не істеймін? Сондықтан ондай жағдайда әрине мен үндемеймін, ешнәрсе істей алмаймын. Ал егер андай жағдай болса, онда талап етемін. Мысалы қарапайым халықтардың арасында да болады, иә? Мысалы жаңағыдай ситуацияларға баратын шығарсыздар өзіңіз? Әрине түрлі, мысалға бір оқиға айтайын, жаңа қарапайым адамдар бойынша. Практиканы көбірек айтқан дұрыс па? Астанадан 5 баланың қайтыс болған білеміз ғой, осыдан 4-5 жылда өртеніп кетті, Құдай сақтасын. Оны білесіздер, шулатып бүкіл жаз, иә. Сол оқиғаны, сол балаларды шығарып салды ғой, енді жерлеген кезде мен бардым соған. Бұқаралық ақпарат құралдары барды журналистер. Біздің редакцияда мен бардым соған. Енді ондай жағдайда шыны керек, журналистикада жалпы этика деген өте керек. Сіз этиканы сақтағаныңыз дұрыс.
сосын мейлі кім болсын, қай жерге барыңыз, кім болыңыз, қайда жүрсеңіз де, қандай шараға барсаңыз да, кімнің қатысуымен өтіп жатыр, не важно, этика деген